Азамат пен азаматшаларды сіз жақсы танисыз. Мыналар кімдер? Бір 45-ші жылғы балдар ғой мыналар. Ойба. Андыңыз ба? Пионер галстугы бар. Аха. Мына кімге келеді құдайы? Мәссаған. Ендеше таппасаңыз, мен тапқан сияқтымын. Мен таппадым, расын айтамын. Жаңа ғана алдарыңызда өнер көрсеткен Қайрат пен Жұлдыз. Солар ма? Дұрыс па? Қайрат пен Жұлдыз ба? Мына кісілер. Ойбай, мынау ағасы мен қарындасы сияқты ма? Меніңше әпкесі мен інісі сияқты. Әпкесі мен інісі сияқты. Қайсысы, қыз қайсысы? Оны пока ешкім білмейді. Сол жақтағаны қинап жүріп түсірген ау деймін суретке. Жеркелеп жүріп түссең де түсесің, түспесең де түсесің деп. Ұрып әкеліп отырғызған ғой. Құдай, мына кімге ұқсас? Мынау Қанат ағам емес па? Жоқ, таппадыңыз ба? Жоқ. Біз ғой. Не деген шапкы деймін да басында. Ойбай, Бауыржан, мына сен ба? Әлі өзгермеген ме? Қазір бұрын бейт тұрады, қазір сәл бейткесін просто болды. Мен ешқайсысын таппаймын мынандай тұрымен. Келесі берейін ал. Келесі. Көрермендер айқайлап жатыр жәке, көмектесіп жатыр сізге. Кім екен? Ай, бары келді. Бүркіт пен Аиша дейді. Қойс! Келесі. Балалық шақтары мынандай болса, үлкейгендері қандай болып бұлардың? Осыдан құпыр етші деп тұр ғой, ана сурет, е? Осыдан құпыр етші. Шәніңді шығарам деп тұрған сурет. Мынау бала кездері ма? Жоқ, бұл енді бозбала, бой жеткен кездері. Қанат Айткүл, Құдайбергендтер. Өйткені бұл кісілердің кезінде балалық шақтағы суреті жоқ, бұл кісілердің кезінде фотоаппарат болмаған ау шамасы. Иә, дәл таптыңыз, Қанат Айткүл, Құдайбергендтер. Ойба. Мынандай немен түскен ғой, ескі фотоаппараттар бар ғой, бұта қалатын. Мұна кім? Бұны ешкім білмейді өзі, таппады ешкім. Мүмкін көрермендер білетін шығар, кім екен, танып тұрған шығар. Кім деп ойлайсыздар? Қуаныш Қарлығаш? Қуаныш Қарлығаш дейді, рас па? Я, солай сияқты. Біз де білмей тұрмыз, жәке. Қуаныш пен Қарлығаш қайда, мынау сендер ма? Жоқ, біз емес дейін деп тұр ғой бұл кісілерді. Я, солар болу керек. Қошеметтеріңіз, Қуаныш Қарлығаш. Солар бола берсіз, солар болмаса. Ойба, мына төбесінде бантик па не анау? Бантик па? Мен Саукөлі деп ойладым. Саукөліге бантик тағып қойған деп ойладым мен. Мына қыз кішкентай кезде сәл бұзықтау болған ау деймін. Шашын түйіп люстра қылып қойған сияқты ғой мынаны. Ринат пен Гүлім ба? Дәл таптыңыз, Ринат пен Гүлім. Ринат пен Гүлім, таптым, оп! Ойба! Ойба! Мынау Ауғанстандан келген маджахет па, террорист па, мынау. Біреу Ауғанстаннан, біреу Украинадан келген сияқты. Мынау, Сейфуллин мен Катя ма? Әрине, қошеметтеріңіз. Ой, айналайын.